Ассаламағалейкум, құрметті көрермендерім, қалайсыңдар, амансыздар ма? Ал бүгінгі видеода бізде кішігірім обзор. Бұл монета, біздің Қазақстанда шыққан монета. Монетаның аты теңгеге 10 жыл. Біздің ұлттық валютамыз теңге, соның 10 жылына шығарылған монета ғой. Құны 1000 теңге, немесе номинал. Так, 925 пробадан жасалған, күміс металдан жасалған, және диаметр 50 мм деп тұр. Ол өте үлкен монета негізінде. И таралымы тираж 3000 штук. Бар жоғы 3000 дана шыққан. Ол өте аз негізінде. Но каждый монетаның осындай сертификаты болады. Регистрационный номер даже. Что? Әр монетаның өз номері бар. Енді монетаны көрейік. Бисмиллах деп шығарайық мұны. Футлярдан. Футлярда өзі керемет, әдемі сондай бір. Солидный болып көрінеді. Ал монета деген одан сайын солидный болып көрінеді. Көрдіңіз ба? Әдемі. 1000 теңге. Монета капсуладан шықпаған. Состояниесі идеальный монетаның. Так, мына осы жағында біздің Қазақстан туы. Екінші жағында осындай Қазақстанның теңгелері. 2003 жылда шыққан монета. Монета өте әдемі, өте бір сондай бар, салмағы керемет, және қолда ұстап тұрған кезде бір сондай бір приятный сезім беріп тұрады. Дизайнерлерге көп рахмет. Өте әдемі монетаны шығарған негізінде. Әсіресе мына монетаның бір жағында әдемі болып тұр, туымен. Данный кезде осы монетаның бағасы 80-85 мың теңге. Өте әдемі монета. Егер де осындай видео қызық болып тұрса, комментария жазып қойыңдар. Если что, өзім жайлап коллекцияларын жайлап көрсете беремін. Бұйырса, келесі видеоларда тағы да бір қызықты монеталарды көрсетемін. Комментарий жазып қойыңдар, құрметті көрермендерім. Сіздің комментарийлеріңіз өте маңызды. Аман болыңыздар, аман болайық, жанұяларымыз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, құрметті көрермендерім.